Құдайым құрсын, барып мамаларды оятайын. Мама, тұрыңыз. Мама, тұршы. Ой, қазір баршы ораяғы. Енді тұрсаңызшы. Кім жазды маған? Бүгін далаға шықпа. Ой, біреу әзілдеп жазды ма? Чотты білмей тұрмын. Бірақ бұлай кім маған жазады? Бүгін далаға шықпа. Құрбыма звондап көрейін бе әлде? Мақұл, бір мәнісі бар. Алло, құрбым. Ау. Құрбым, пожалуйста, маған біреу, екеуміз, кездесейікші, саған бір әңгімем бар. Жарайды. Қай жақта жаңа ашылған кафеге кездесейік отта? Я жаңадан ашылған кафеге кездесейік. Давай. Срочно маған бару керек. Қызым қайда? Мам, пожалуйста, мен құрбыммен кездесіп қайтайыншы. Кешікпе, түсіндің ба? Я, мам, кешікпеймін, давайте. Срочно, мам, срочно керек. Мен что-то қорқып отырмын. Ол не үшін болу керек? Әлде білмей тұрмын, неге миыма келмей жатыр? Мен қорқып тұрмын. Алло, құрбым, қайдасың? Алло, мен ба? Үйден қазір шығып жатырмын. Құрбым, енді тездетіп шықшы. Мен мама онсыз да ерте кел деп жіберді. Ой, жарайды, давай. Алло, мама. Мен кеш шығам, соған сізге ескерте салайын деген ғой. Содан кейін маған ақша саласыз ба? Ой, сен қызда бір жарайды. Қаңғыма, осы соңғы қаңғығаным болсын, түсіндің ба? Я, мам, давайте. Ой, әрең келген ғой, құрбым маған, біреу бүгін далаға шықпа деп жазды. Не істесем болады? Саған жазып еді. Ой, маған. Ой, мен нем болып шықты, коллегам болып. Құрсын, ойымдамам. Ой, онда ойындамаудың керегі жоқ десе. Я, керек жоқ, құрсын. Жарайды, давай онда. Пока. Осы жолмен барайыншы. Осы жол. Ой, шын айтады. Мүмкін біреу пранк ұстап атқан шығар. Тез етіп барайық, құрсын, шаша кеттім мен. Мамалар наконец-то құттыруға кетіп қалды. Таңға дейін сөйлестік қой, әңгіме айттық. Ана жерде не ашылған бар, көріп қайтайыншы. По-любому мамаларым кетіп қалды ғой. Не ашылыпты? Не ашылған екен, құрсын. Немене бәле ашып салғам мына жаққа деймін да. Құрсын, үйге жаққа қарай қайтайын. Мамаларда айтпашы, камера бар екен ғой, мен тексеретін. Ё-моё, мені өлтіреді точно бүгін. Мен саған ескерттім, абайла. Кім жазды мынаны енді? Бұлай әсіреудің керегі жоқ деп ойлаймын. Әсіреудің керегі жоқ. Тоқташ? Нерде кім?
наконец-то келдім үйіме. Анам кім сонда? Мен шаршап кеттім уже. Не үшін бұл менде осындай болды? Шаршадым мен. Құрсын үстіне көтеріп бір кішкене демалып алайыншы. Мамалар да бүгін кетті. Құрбым бар екен ғой. Құрбыма звондайыншы айтпақшы. Алло, құрбым, біздің үйге бүгін келе аласың ба? Білмеймін, құрбым, мамамнан сұрап көрейін. Давай сұраш. Мам, бүгін мен құрбым үйге қонуға барайыншы. Подруга ренжімеші, мама жібермей жатыр. Блин, как всегда, мақұл, жарайды, давай. Бір істеді ғой бұлар да бір. Кеттім, ыдыстарды жуып тастайыншы. Істеді ғой бұлар не. Осылар деген сұранса осыларға барамыз, сұранбаса осылар айтса барамыз да, сөйтіп біз айтсақ бұлар бармай қалады екен жүда. Істеді ғой бұлар деген. Ой, мақұл, кетші бар болды. Ренжідім саған. Ой, не болды, мамам жібермей жатыр деді қой. Болды, семен ұрысқым кеп тұрған жоқ. Ұрсатын уақытым да жоқ. Давай, пока. Пока, кетші бар, сен маған керек дейсің ба? Кетсең кет, түсіндің ба? Кім почтадан бір нәрсе жіберген ба? Кім жазған? Не дейді? Екінші қабатқа көтерілме? Қуады екен ғой бұларында. Кім жазады? Ана сол баяғы Аниса жазып жатқан шығар. Фу, блядь. Ой, бұл Аниса емес. Подругам екен. Аниса, Аниса дейміз. Туысқан іңкәр ма сол бар жерген бағанағанда. Деп атыр еді ол. Ой, мақұл. Қыздар, сендер өз мамаларын кімдерге ұнатасыңдар ма? Мен де ұнатамын мысалы. Осымен бөлмеме шкафтар алу керек секілді. Құрсын ыдыстарды жуайыншы. Кім жазды? Артына қараш. Өләмесе иттің бартына қара дейтін. Қуат бар осыларда. Қайсы кім анау? Кімнау? Ес құтылы ма? Мама. Неші, не боп кетті? Алло, құрбым. Не болды, бағанағыны ұрсып атыр едің ғой? Құрбым, ренжімеші, пожалуйста. Біреу біздің келді да, артына қараш деді. Біреу жазып жіберді. Достар, егер де сіздерге осы қате хабарлама деген сериалымыз ұнаса, бірінші бөлім қалай қызықты өтті ма? Сіздерге көңілдеріңізден шықты ма? Екінші бөлімді достар біз жақында